Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен балықты қытырлақ етіп, әдемі етіп, дәмді етіп қуыратын боламыз. Яғни столыңыздың сәнін келтіретін, қонақ келгенде және өзіміз үйде сүйіп жейтін балықты қалай қытырлақ дәмді етіп қуыруға болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен мен осылай балығымды жуып, тазалап және тұздап қойдым. Осылай ыдысқа салдым. Тесік ыдысқа, яғни суы ағып тұрды. Енді балықтарымызды осылай бөліп алатын боламын. Барлық балықтарымызды осылай бөліп ыдысымызға салып алдым. Енді балықтарымызды үстінен мен жұмыртқаны жағып шығатын боламын. Егер сіздер қаласаңыздар, балықты жұмыртқаға батырып алсаңыздар да болады, бірақ жағып алғандарыңыз дұрыс. Өйткені ең алдымен осылай жұмыртқаны жағып алған соң, оның үстінен мен крахмалды себетін боламын. Ал жұмыртқа көбейіп кетсе, онда крахмалдарымыз жақсы сеуілмей, аралары жібіп кетуі мүмкін. Міне осылай балығымның екі жағына да жұмыртқамды жағып алдым. Енді үстінен крахмалды сеуіп шығатын боламын. Егер сіздерде крахмал болмаса, кәдімгі ұнға батырып қуырсаңыздар да болады. Ал егер крахмалға батырып, немесе крахмал сеуіп қуыратын болсаңыздар, балықтарыңыздың түсі сап-сары, әдемі және өте қытырлақ болып, дәмді болып шығатын болады. Міне осылай барлық жеріне сеуіп шықтым. Енді қызып тұрған майымызға балығымызды салып қуыратын боламын. Яғни ыдыстарыңызға қанша балық көп сыйса, сонша балықты салып, екі жағы қызарғанша қуырып алатын боламыз. Міне осылай балықтарымды салдым. Енді екінші беті қызарғанша қуыратын боламын. Міне осылай балығым қызарып шықты. Енді екінші бетіне аударып, екінші бетінде дәл солай қызарғанша қуырып алатын боламыз. Балықтарымыз қызарған соң, ыдысымызға мен осылай қағаз төсеп алдым. Яғни балықтың майыны өзіне жақсы сіңіріп, балығымыз қатты майлы болмай, әдемі болып шығады. Достар, міне менің балығым өте дәмді, қытырлақ болып шықты. Міндетті түрде осылай қуырып көріңіздер.